Сәлеметсіздер. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы фольклордағы эпостық жырлар. Біз бүгін фольклордағы лиро-эпостық жырлар, лиро-эпостық жырлардың жанрлық сипаты, әлеуметтік тұрмыстық махаббат тақырыбындағы көшпелі тұрмыс тіршіліктен туған дастандар, фольклордағы Айман Шолпан, Қыз жібек, Қозы көрпеш, Баян сұлу жырының композициялық құрылысы, кейіпкерлері, фольклордағы Мақпал қыз, Құл мен қыз, Күлше қыз, Назымбек, Есім сері, Злиха жырларының көркемдік тарихы мен мәнін аша суреттейміз. Фольклордағы лиро-эпостық жырлар. Жалпы лиро-эпостық жырлар қазақ фольклорындағы ерекше орын алатын махаббат, отбасылық қарым-қатынас, тұрмыс тіршілік, әлеуметтік мәселелерді баяндайтын эпикалық жанр. Бұл жырлар батырлық эпостардан ерекшеленіп, батырлық емес, махаббат пен адамның жеке өміріне көбірек назар аударылады. Лиро-эпостық жырлардың мақсаты адамдардың рухани байлығын көрсету, махаббаттың қасиеттілігін дәріптеу. Лиро-эпостық жырлардың жанрлық сипаты. Махаббат тақырыбы. Жырлар сүйіспеншілік сезімін, ғашықтардың бір-біріне адалдығын дәріптейді. Мысалы, Қыз жібек, Қозы көрпеш, Баян сұлу. Әлеуметтік мәселелер. Тұрмыстық қайшылықтар, әлеуметтік теңсіздік, бай мен кедей арасындағы айырмашылықтар көрініс табады. Мысалы, Айман Шолпан. Отбасылық құндылықтар. Жырларда ата-ананың балаға деген мейірімі, отбасының бірлігі сипатталады. Көшпелі тұрмыс тіршілігінен туған дастандар. Қазақ халқының көшпелі өмірі, табиғатпен тығыз байланысы, әлеуметтік құрылымы лиро-эпостық жырларда айқын бейнеленген. Айман Шолпан, Қыз жібек жыры көшпелі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті, әйелдің қоғамдағы рөлі көрінеді. Махаббат тақырыбында арналған жырлар. Қозы көрпеш, Баян сұлу, ғашықтардың адалдығы, махаббат үшін құрбан болу, Қыз жібек, ғашықтар сезімі, еркіндікке ұмтылу, әлеуметтік қайшылықтар. Көшпелі халықтың өмір салты, дәстүрлері, салт-дәстүрлер жырларының мазмұнында анық көрінеді. Әлеуметтік тұрмыстық махаббат тақырыбындағы жырлар. Көшпелі тұрмыс тіршілігінен туған дастандар қазақ халқының көшпелі өмірі, табиғатпен тығыз байланысы, әлеуметтік құрылымы лиро-эпостық жырларда айқын бейнеленген. Айман Шолпан, Қыз жібек жырлары көшпелі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті, әйелдердің қоғамдық рөлін көрсетеді. Махаббат тақырыбына арналған жырлар. Махаббат тақырыбына арналған жырлар. Қозы көрпеш, Баян сұлу, ғашықтардың адалдығы, махаббат үшін құрбан болу, Қыз жібек, ғашықтар сезімі, еркіндікке ұмтылу, әлеуметтік қайшылықтар. Айман Шолпан. Композициялық құрылысы. Айман мен Шолпанның ата-анасымен бақытты өмірі, Кенесарының шабуылы, әлеуметтік қайшылықтар, Айманның ақылдылығы, шешендігі арқылы мәселені шешу, Айман мен Шолпанның қайта қауышуы, кейіпкерлер. Айман ақылды, тапқыр, қиындықты жеңе білген, Шолпан сұлулықтың символы, нәзік жан, Кенесары тарихи тұлға, шапқыншы ретінде бейнеленген. Қыз жібек композициялық құрылысы. Төлегеннің елінен жібекті іздеуі, Төлеген мен жібектің махаббаты, Бекежанның опасыздығы мен Төлегеннің өлімі, жібектің қайғысы мен адалдығы. Кейіпкерлер. Қыз жібек сұлулық пен нәзіктіктің бейнесі, Төлеген махаббат үшін өмірін қиған ғашық, Бекежан қатыгездік пен опасыздықтың символы. Қозы көрпеш, Баян сұлу композициялық құрылысы. Қозы мен Баянның бала кезден атастырылуы, ғашықтардың қиындыққа толы өмірі, Қозының қазасы, Баянның қазасы. Кейіпкерлер. Қозы махаббаттың құрбан болған батыры, Баян махаббат пен адалдықтың символы, Қодар дүниеқоңыздық пен қатыгездіктің бейнесі. Мақпал қыз, Құл мен қыз, Күлше қыз, Назымбек, Есім сері, Злиха жырларының көркемдік және тарихи мәні. Есім сері, Злиха көркемдік ерекшелігі. Есім мен Злиханың махаббаты драмалық түрде суреттелген. Екеуінің махаббаты. Лирикалық кейіпкерлердің ішкі сезімдерін ашудағы шеберлік. Тарихи мәні. Бұл жырлар көшпелі қазақ қоғамындағы әлеуметтік жағдайда бай мен кедей арасындағы қайшылықтарды айқындайды. Мақпал қыз көркемдік ерекшелігі. Қыз бейнесінің сұлулығы мен ақылдылығы тең дәрежеде дәріптеледі. Диалогтардың көркемдігі, поэтикалық теңеулер көп. Тарихи мәні. Жырдың дәстүрлі қазақ қоғамының әйелге көзқарасы махаббат пен адалдықты дәріптейді. Құл мен қыз.
Көркемдік ерекшелігі қарапайым адамның күресі, әділеттілікке ұмтылу сипатталған. Әлеуметтік теңсіздікті суреттейтін жыр. Тарихи мәні кедейдің байларға қарсы күресі арқылы әлеуметтік теңсіздік мәселесі көрініс тапқан. Күлше қыз Назымбек. Көркемдік ерекшелігі аңыздық және тұрмыстық элементтер үйлесім тапқан. Кейіпкерлердің сезімдері терең суреттелген. Тарихи мәні көшпелі өмір салтының ерекшеліктері, қоғамдағы әйелдің рөлі, оның маңыздылығы. Қорыта келгенде, лира эпостық жырлар қазақ халқының тұрмыс тіршілігі, әдет ғұрпы мен рухани дүниесін терең танытады. Олар махаббат пен адалдықты, әлеуметтік әділеттік пен рухани құндылықтарды дәріптейді. Бұл жырлар тек көркемдік мұра ғана емес, қазақ қоғамының тарихи әлеуметтік айнасы болып табылады.